Депутаттар һәм сессия катнашучылары, бүгінгі сессиямызда район башчылары, тиеслі мекеме һәм шүлкемлер, саяси партия вәкілдері, Галаба хабар құралдары вәкілдері катнашпақта. Бүгінгі сессиямызға халық депутатлары Шоманай районлық кеңесінің 20 депутатынан 17 депутат катнашпақта. Демек, сессия ашу үшін кворум бар. Халық депутатлары Шоманай районлық кеңесінің 8-ші сессиясы ашылсын деген депутатлар ашылсын деген ұсыныс бар. Мақұл деген депутатлар дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Қарсы, бейтарап жоқ. Сессиямызды ашық деп жариялаймыз. Құрметті депутатлар, жергілікті мемлекеттік хакимият хақындағы Өзбекстан Республикасының заңының 17-ші статьясына муафық сессия мәжілісінің протоколын алып бару үшін сессия хаткерін сайлап алуымыз керек. Сессия хаткерлігіне 14-ші Сарманбайкөл сайлау округінен районлық кеңес депутаты Мұрат Камалова Гүлмира Құралбаевнаға ұсыныс етілмекте. Басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса, мақұл деген депутатлар дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Қарсы, бейтарап, мақұл. Сессия хаткерінің өз жұмысын бастауын сұраймын. Құрметті депутатлар, бүгінгі сессиямыздың күн тәртібін һәм жұмыс регламентін тасдиқлап алуымыз керек. Сессиямыздың күн тәртібінде төмендегі мәселелер ұсынылмақта. Бірінші, Шоманай районы әділдік бөлімі тарапынан 2025 жылдың бірінші ширегі давамында әмелге асырылған жұмыстар хақында. Екінші, Шоманай районы ішкі істер бөлімі тарапынан район аймағында құқықбұзарлықтың алдын алу, жинаятшылыққа қарсы күресу, жәмиеттік тәртіпті сақлау, бұқаралар қауіпсіздігін тәмінлеуде әмелге асырылған профилактикалық һәм оператив қыдыру жұмыстары бойынша есабат хақында. Үшінші, Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 3 январ күнгі 2025 жылда республика мәхәллелерінде қауіпсіз орталықты жарату һәм құқықбұзарлықтың бұзулардың уақытынан бұрын алдын алу системасы нәтижелігін және де асыру бойынша іс-нәтижелер хақындағы ПК-1 саллы қарарының район аймағында орынлану хақында. Төртінші, Шоманай районы ішкі істер бөлімінің жәмиетшілік қауіпсіздікті сақлау қызметі бөлімшесі тарапынан 2025 жылдың бірінші ширегі давамында әмелге асырылған жұмыстары бойынша есабат хақында. Бесінші, Шоманай районы салық инспекциясының жергілікті бюджет дараматларының орынлануы, есапланған салықлар һәм басқа да мәжбүри төлемдердің әмелде төленгенлігі, сондай-ақ салық қарыздарлығы бойынша 2025 жылдың бірінші ширегі давамында әмелге асырылған жұмыслар хақында есабаты. Алтыншы, Шоманай районы жергілікті бюджетінің 2025 жылдың бірінші ширегі давамында орынлануы бойынша район қаржы бөлімінің есабаты хақында. Жетінші, Шоманай районы қамбағалдықты қысқарту һәм банкілік бөлімінің 2025 жылдың бірінші ширегі давамында әмелге асырылған жұмыслар хақында. Сегізінші, сессия күн тәртібіндегі көрілетұғын басқа мәселелер. Сессиямыздың жұмыс регламенті төмендегіше. Баянатшы үшін 10-15 минут, сөзге шығушылар һәм сұрау жауаплар үшін 3 минутқа шекем. Күн тәртібі һәм жұмыс регламенті бойынша кімде қандай пікірлер, ұсыныстар бар ма? Жоқ па? Жоқ болса, күн тәртібі һәм жұмыс регламенті тасдиқлансын деген депутатлар дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Қарсы, бейтарап жоқ. Сессиямыздың күн тәртібі һәм жұмыс регламенті тасдиқланды. Енді күн тәртібіндегі мәселелерді көріп шығуға өтеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз Шоманай районы әділдік бөлімі басшылығы Шадыбеков Шарапат Шариповичке. Мархамат. Сессия қатысушылары. Шоманай районы әділдік бөлімі тарапынан 2025 жыл бірінші ширек давамында
qo'llov amaliyoti, norma o'rgatuvchiligi, inson huquqlarini qo'rg'ov, huquqiy o'g'it-nashat, mamlakatlik xizmatlarni ko'rsatuv, fuqarolik holati aktlarini yozuv ham yuridikalik xizmat ko'rsatuv to'g'rilarida bir qancha namoz жұмыстар amalga oshirildi. Atab aytganda 2025 yil 1-sherek davomida Adlilik bo'limi tomonidan inson huquqlarini qo'rg'ov tarafında fuqarolarning pensiya, nafaqa, mehnat qatnashchilari, ish haqi ham sotsial qatnashchilar masalalari ham mamlakatlik xizmat ko'rsatuv bo'yicha jami 30 murojaat ham 1025 huquqiy mashg'ulot qabullandi. 25 murojaat qanoatlantirildi, 4 murojaatga huquqiy tushunib berildi hamda 1 murojaatning ko'rib chiqilуы tamomlandi. Sonraki 2025 yıl 1-sherek davomida bo'lim tomonidan fuqarolarning murojaatini o'rganish natijasida 5 fuqaroning pensiya tayinlovda hisobga olinmagan ish stajlarini tiklov ham pensiya miqdorini qayta hisoblatib tayinlatuv bo'yicha hokimchilik suduna da'vo arzular kiritib, to'lig'imen qanoatlantirilganiga erishdi. Fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga da'vo arzular kirituv orqali 11 fuqaroning yuridikalik faktlar tasdiqlanganiga erishildi. Bundan tashqari mekeme ham shulkamlarga usunuz kirituv orqali 116.237.000 so'm miqdorida fuqarolarning ish haqlari hamda ularga tenglashtirilgan qo'shimcha üstüme pullar to'latib berildi. Sol qatorda kiritilgan usunuzlar tekrarında bir fuqaroning turaqli жұмыс o'rnida tiklanuvine erishildi. Soning bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-maydagi 80-sonli farmonina muvofiq xalqning kundalikli turmushida uchraydigan huquqiy mashg'ulotlarni aniqlov ham ularni saqlashtiruv bo'yicha amaliy ish ilojlarni amalga oshirib boruv adlilik organlarining tekarg'i vazifalaridan biri etib belgilangan. Oған ko'ra adlilik organlari tomonidan reja grafik tekarida mahallalarga chiqqan holda nizomlarda fuqarolarning huquq ham haqlarini ta'minlauga qaratilgan normalar ham standartlarning ishlovini monitoring qilib hamda xalqning huquqiy mashg'ulotlarini aniqlov ham saqlashtiruv belgilangan. Belgilangan reja grafikka ko'ra 2025 yil yanvar fevral-mart oylarida rayonda joylashgan Aybuyur, Mamiy ham Dixonobod mahallalarida huquqiy mahalla joybarini amalga oshirish belgilangan. Joybarni amalga oshiruv davomida atab o'tilgan mahallalar aymog'ida bo'lim xizmatkorlari tomonidan umumiy yurish orqali 1025 huquqiy mashg'ulot aniqlanib, fuqarolarning zonli huquqlari amalga oshiruvi ta'minlandi. 2025 yil 1-sherek davomida rayon adlilik bo'limi tomonidan huquq qo'llov amaliyotini o'rganish to'g'risida amalga oshirilgan жұмыстар төмендегілерден iborat. O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston Respublikasi Adlilik Ministrligining 2025 yil 1-sherek uchun mo'ljallangan ish rejasi, buyruq hamda topshirma xatlar tekarida o'tkazilgan 3 o'rganuvda 3 mamlakatlik uyumlar ham shulkamlardan rayon strukturalari жұмыстарында huquq qo'llov amaliyoti o'rganildi ham 117 holatda nizomsizlik jo'g'daylar aniqlandi. Rayon adlilik bo'limi tomonidan 2025 yil 1-sherek davomida ko'rib chiqilgan murojaatlar o'tkazilgan o'rganuv ham monitoring natijasida aniqlangan nizomsizlik jo'g'daylarni saqlashtiruv maqsadida jami 17 usunuz ham 8 hokimchilik javobgarchilik masalasi bo'yicha usunuz siyaqli ta'sir choralari kiritildi. Bu ta'sir choralari natijasida 8 shaxs hokimchilik javobgarchilikka tortildi. Huquqiy o'g'it-nashat tarafında rayon adlilik bo'limi tomonidan 2025 yil 1-sherek davomida jami 517 marta o'g'it-nashat жұмыстары olib borilib, so'ndan televideniya orqali 17 marta, radio orqali 14 marta, gazeta orqali 13 marta, veb-sayt ham boshqa g'alaba xabar qurollari orqali 150 marta, sonday 30 marta ko'rgazmali 293 marta auziga o'g'it-nashat жұмыстары olib borildi. 2025 yil 1-sherek davomida rayon adlilik bo'limining mamlakatlik xizmatlar o'ray tomonidan amalga oshirilgan жұмыстарға to'xtalib o'tsak, Shomonay rayoni bo'yicha 2025 yil 1-sherek davomida 43 yuridikalik shaxslar, 50 jeki tartibdagi ishbilarmonlar, jami 93 ishbilarmonlik subyekti mamlakatlik tizimdan o'tkazildi. Sondan fo.1darcha.uz sistemasi orqali onlayn tarzda 13 yuridikalik shaxslar, 13 jeki tartibdagi ishbilarmonlar mamlakatlik tizimdan o'tgan. Hisobot davomida jami 65 ishbilarmonlik subyektlari, sondan 41 yuridikalik shaxslar, 24 jeki tartibdagi ishbilarmonlar qayta tizimdan o'tkazildi. 2025 yil 1-sherek davomida o'ray xizmatkorlari tomonidan fuqarolarga ham ishbilarmonlik subyektlarine jami 10.358 mamlakatlik xizmatlar ko'rsatildi. Rayon o'rayining olis aymoqlarda yashovchi fuqarolarning vaqtlarini tejuv ham ularga uzog'ini jahil qilib, soning bilan birga imkoniyati cheklangan fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida ularning yashab turgan o'rinlarına bargan holda 2025 yil 1-sherek davomida jami 916 ko'chbeli mamlakatlik xizmatlar ko'rsatilgan bo'lib, bu jami ko'rsatilgan xizmatlarning 8.8%ni quraydi. Ko'rsatilib atilgan mamlakatlik xizmatlardagi sebepsiz bekor etilgan javoblar, ya'ni отказ javoblar muddati buzilgan ham tekarsiz bosh tortuv jo'g'daylari bo'yicha manzilli tarzda analizlab borilmoqda. Ham bu bo'yicha 2025 yil 1-sherek davomida jami 22 arnovli xabarlar berildi. Solardan rayonlik mekeme ham shulkamlar tomonidan mamlakatlik xizmatlarni ko'rsatuvda muddat buziluv jo'g'daylarini yo'l qo'ygan jami 8 javobgar xizmatkor hokimchilik javobgarchilik haqida kodeksning 215 1 statyasi bilan hokimchilik javobgarchilikka tortildi.
Район әділдік бөлімі ПХ бөлімі тарапынан 2025 жыл бірінші ширек davomida төмендегі жұмыстар amalga ashirildi. Шоңмұнай районы әділдік бөлімі ПХ бөлімінде 2025 жыл бірінші ширек davomida 159 тұлғалық тізімге алынды. Суд қарарымен 4 бала перзенттікке алынып, тұлғалық хақында гуалықтар берілді. Акт жазуына өзгеріс түзету һәм қосымшалар кіріткендер 6 дана. Жалғыз аналар арыз стикарында 3 балаға тұлғалық хақындағы гуалықтар берілді. Аталықты белгілеп 15 балаға тұлғалық хақындағы гуалықтар берілді. 48 неке тізімге алынып, некеден өткерілді. Некеден ажырасқанлардың саны 4 дана. 63 бұқараның өлімі тізімге алынып, сонан 12 қайтыс болған бұқараларға суттың қарарын орындау мақсатында өлім хақында гуалықтар берілді. Мемлекеттік бажы 7.912.500 сом, герб жиымы 14.456 сом, 14.456 сом һәм пұллы қызметлер 3.506 сом өндірілген. Район әділдік бөлімінің юридикалық қызмет көрсету орайы тарапынан 2025 жыл бірінші ширек davomida bir qancha unamli жұмыстар amalga ashirildi. Атап айтқанда, мемлекеттік орган һәм шөлкемдерден жәмі 6362 дана норматив күшке ие құжет, яғни 4113 дана бұйрық, 2249 дана бұқаралық һәм минет шартнамалар жойбарлар келіп түсті. Сонымен 4104 дана бұйрық һәм 2248 дана бұқаралық һәм минет шартнамалары жойбарларына низамлы құжетлерге низамлы деп муафиқ деп табылып, жұмақлар берілді. 8 дана бұйрық һәм 1 дана бұқаралық һәм минет шартнамалары жәмі 9 дана құжет жойбарларына әмелдегі низам құжеттеріне муафиқ болмағалы себеплі қайтарылды. Соның менен бірге сотқа шекем шешілуі жүзесінен тиісілі мекемелер менен шартнама түзуші карханаларға 9.258.000 сомлық 4 дана талапнама кіртіліп, тиісілігі бойынша көріп шығылды, һәмде сотқа 1.251.000 сомлық 2 дана дау-арызалар кіртіп толығымен қанағаттандырылды. Шоңмұнай район әділдік бөлімінің 2025 жыл бірінші ширек davomida қысқаша жұмыс осылардан iborat. Kun tartibindagi 2-chi ham 3-chi masala bo'yicha so'z Şo'mağay rayoni Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Xudoybergenov Ulug'bek Bahromovga beramiz. Marhamat bo'lin. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli jinoyat qatnashchilari, ruxsat Şo'mağay rayoni Ichki ishlar bo'limi tarafidan 2025 yil 3 oy davomida rayon aymog'ida sotsial ham operativ joyda turaqlashtiruv, jinoyatchilikni oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, diniy ekstremizm ham uning turli ko'rinishlariga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ham Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar ministrligi buyruq ko'rsatdi ham kollegiya majlislari qarorlari talablari asosida aniq shar'iy loyihalar belgilanib, xizmatkorlar tomonidan bir qancha loyihalar amalga oshirildi. Rayon aymog'ida operativ joyda to'xtab o'tadigan bo'lsak, jinoyatchilikqa qarshi kurashish borasida umuman jinoyatchilik 3 oy davomida 7 dan 21 ga, ya'ni 200% ga o'sgan. Al jinoyat qidiruv tarmoq bo'yicha 6 dan 17, ya'ni 183% ga o'sgan. Har 100 ming xalq sonini jami 21 jinoyat Şo'mağay rayonida o'rtacha 129 ga 2 ga to'g'ri keladi. 10 shovur bo'lmagan 6 jinoyat og'ir, 12 jinoyat o'ta og'ir, 1 jinoyatlarni qurgan. Sodir etilgan jami 21 jinoyatlardan 5 jinoyat, ya'ni ulama jinoyatchining 23.8%ni oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. 6 jinoyat ulama jinoyatchilikning 28.6%ni aniqlanadigan, qolgan 10 jinoyat 47.6%ni kibir jinoyatlarni qurgan. 2025 yilning 3 oy davomida jinoyat turlari bo'yicha tanlov o'tkazilib, fuqarolar orasida olib borilgan profilaktika, o'g'it nasihat ham operativ ishlar natijasida jinoyat turlaridan odam o'ldiruv, nomusga teguv, bezorilik, bosqinchilik, to'novchilik, og'ir dena jarohatini yetkazish hamda avtotransportlarni olib qochish bilan bog'langan jinoyatlar sodir etilgan yo'l qo'yilmadi. Kamaygan jinoyatlarimiz bezorilik jinoyati 1 dan 0 ga 100%, ya'ni
O'tgan yil xabarlarimiz bor. Birinchi yarat davomida shu maktab o'quvchilarining orasidagi janjal oqibatida bir jinoyat kelib chiqib, bezorilik jinoyati sodir etilgan edi. Bu yil bu jinoyatlar 100% kamaygan. Bu yil bo'lmadi. Birinchi yarat davomida. Семья a'zolari orasida zo'rlik ishlatuv birdan nolga 100%, o'lim bilan bog'lanishli bo'lgan yo'l transport hodisasi 2dan 1ga 100%. Jinoyatlar kamagan bo'lsa, jinoyat turaqi saqlangan. Ya'ni bir urug' jinoyatimiz o'tgan yildan bir holat bilan bir holat sodir bo'lishiga yo'l qo'yilgan. Biroq o'tkazilgan operativ ilojlarga qaramasdan o'lim bilan bog'lanishli bo'lmagan yo'l transport hodisalari birdan 2ga 100% o'sgan. Aldovchilik jinoyatimiz 0dan 1ga 100% o'sgan. Axborot texnologik tarog'ida jinoyatlarimiz 0dan 10ga 100%ga o'sishga yo'l qo'yilgan. Shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni talqilab qaraganimizda jasoo'spirinlar, burun sudlanganlar, hayol qizlar, yoshlar, to'parlar, jumishsizlar, mast holdagi tarafidan sodir etilgan jinoyatlar tizimga olinmagan. Mahalla kesimidagi jinoyatlar tanlab qaraganimizda rayon aymog'ida jami 13 mahallalardan qizil tayfadan mahallalarimiz yo'q. Ya'ni o'tgan yili birinchi yarat davomida bir mahallamiz qizil tayfaga kirgan bo'lsa, bu yil qizil mahallamiz yo'q. Bir mahallamiz sariq, Qarabayli mahallamiz sariq tayfaga kirdi, ham 12 mahallamiz hozirgina yashil tayfaga turibdi. 2025 yil 3 oy davomida Birlashik Madaniyat Aybyor Keteller ham Sambamaka mahallalarida jinoyatlar yuz bermagan. Bir mahallada, ya'ni Tozabozor mahallasida 3dan 1ga 66% jinoyatlar soni kamaygan. Bir mahallada, ya'ni Bejab mahallasida 1dan 1ga jinoyatlar soni turaqlashgan. 5 mahallada, ya'ni Mamida 0dan 1ga 100%, Aqjabda 0dan 5ga 100%, Mo'shalqida 0dan 5ga 100%, Qarabolda 1dan 3ga 66%, 7%, Navruzda 0dan 1ga 100% jinoyatlar soni o'sgan. Sodir etilgan jami 21 jinoyatlardan 5 jinoyat, ya'ni ulama jinoyatchilikdan 28% ni oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar, 6 jinoyatimiz ulama jinoyatchilikdan 28% ni aniqlanadigan, qolgan 10 jinoyatimiz, ya'ni 47% ni kiber jinoyatlarni quragan. Bu kiber jinoyatlarning qanday holatlarda sodir etilganini talqib ko'rganimizda, ko'pchilik turli kompyuter o'yinlari, virtual sport jarlislari, qimor o'yinlari, sotsial tarmoqlarda pul utishlarni o'tkazuvga va'da etuvlar, onlayn savdosi bilan bog'lanishli aldovchiliklar hamda Telegram orqali har xil fayllar jiberib ochib ko'ruvdi usulsiz etuv orqali sodir etilgani aniqlangan. Endi mana jinoyatlardan hozir ko'rib turibsiz, bu jinoyatimiz asosan axborot texnologiyaga bog'liq jinoyatlar. Bu bo'yicha profilaktik ilojlar ishchilarimizda ijtimoiy tarmoqlardan, Telegram mahallalardan qilganimiz bilan bu jinoyatlarni bir to'xtatishdan bir hech narsa bo'layotgan yo'q. Lekin baribir shu xalqimiz yana shu firibgarlarning ishonchiga kirib ko'p aldovchilik yo'llarga uchrayapti. Endi ruxsat bersangiz, keyingi masala bo'yicha davom etaversam. Xabarlarimiz bor. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan 3-yanvar kuni PK 1-sonli qaror qabul qilingan. Bu qaror bo'yicha hozirgi kunda qilingan ishlarimiz bo'yicha to'xtab o'tsam, ya'ni birinchi yarat davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3-yanvar kungi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz o'rtoqlik tijoratini ham xubzalqlarning erta oldin olish sistemasi natijaligini yanada asrish bo'yicha islojlar haqidagi PK 1-sonli qaror hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ministrlar Kengesining 42-13-K/25 sonli qarori Shumay rayoni hokimining 2025-yil 9-yanvar kungi 30-13-K/25 sonli qarori Shumay rayoni hokimligi prokuratura ichki ishlar bo'limi, Soliq inspeksiyasi, qo'rg'ov bo'limi ham mahalla o'qamining 30-yanvar kunidagi 1/1/1/7/1 sonli Xo'spa qarorini o'rinlash bo'yicha rayonlik prokuratura janrida mahkamalarning Maman qanigallaridan iborat rayon mahkamalari oraliq muvofiqlashtiruvchi ishi to'padi, ya'ni shtab qurami qalbastiriilib, material texnikalik uskunalar bilan ta'minlandi. Qarorning o'rinlanuvi bo'yicha tasdiqlangan rayonning yo'l kartasining birinchi yarati davomida amalga oshirish lozim bo'lgan barliq matlar deyarli to'liq o'rinlandi. Atab aytganda, yo'l kartaning birinchi bandida 2025-yilning birinchi yaragida 150 hovli ham ko'p qavatli uylardagi xo'jaliklar qo'rg'ovning texnikalik qurollari bilan ta'minlanib, texnikalik qo'rg'ov bo'limining jalg'anuvi ta'minlandi. Rayon yo'l kartasining birinchi bandi, ikkinchi kishi bandi bo'yicha birinchi jumag'in
birinchi juma g'ana shekim Taza bozor ham madaniyat mahallalarındagi 3 ko'p qavatli uylarning sirtqi tarafidan 3 dona tashvish signallari o'rnatilib belgilanib, so'ndan 3 danasi to'liq o'rnatilmay hozir kunda saz joyda ishlab turibdi. Yo'l kartaning birinchi bandi 3 kishi bandi bo'yicha birinchi shara juma g'ana shekim kommunal ta'minot o'rayi tarafidan ko'p qavatli uylarning sirtqi eshiklarini 14 dona zamonaviy domofonlar o'rnatilib ko'rsatilgan bo'lsa-da, birinchi shara juma g'ana shekim birda-bir domofonlar o'rnatilmadi. Yo'l kartaning birinchi bandi 4 kishi bandi bo'yicha mahallalarning tikarg'i kiruv chiquv o'rinlarına 4 dona juzni ham avtomobil nomerlarini tanib oluvchi kameralar o'rnatilib ko'rsatilgan bo'lsa-da, uskunga shekim o'rnatilmasdan qolmoqda. Yo'l kartaning birinchi bandi 4 kishi bandi bo'yicha o'g'irlik jinoyatining oldini olish maqsadida Taza bozor, Mo'shaqli ham madaniyat mahallalarındagi 10 savdo do'koni ham ulama ovqatlari o'rinlarining texnikalik qo'rg'ovga olib belgilangan bo'lib, so'ndan 7 savdo do'koni ham 3 ulama ovqatlanish o'rinlari qo'riqlov pultini jalg'anuvi ta'minlandi. Yo'l kartaning birinchi bandi kishi bandining 5 kishi bandining 2 ham 3 jurnalistlari bo'yicha birinchi shara juma g'ana shekim maktab ham maktabga shekimga bilimlantirish sho'rlarining kiruv shig'uv o'rinlarına 6 dona, maktablarning ashq sport maydonchalarini 3 dona, jami 9 dona PTZ kameralarini o'rinlanuvi ko'zda tutilgan bo'lsa, ulardan 3 dona PTZ kameralari 1-7 ham 14 maktablarning kiruv shig'uv o'rinlarida o'rnatilgan, qolgan 6 dona PTZ kameralar yerga shekim o'rnatilmasdan qolmoqda. Yo'l kartaning 9 bandi 12 kishi bandi bo'yicha ko'rsatilgan farzand tarbiyasiga unumsiz ta'sir ko'rsatuvchi жұмыссыз ota-onalarning bandligini ta'minlash hamda ularga huquqiy yordam ko'rsatuv belgilangan bo'lib, rayon kambag'allik qisqartuv ham bandlik bo'limi bilan birgalikda bu jurnalistik жұмыстар amalga oshirilmoqda. PKB sonli qarorining rayon ham mahallalar ko'lamida o'rinlanuvi rayon prokuraturasi ham ichki ishlar bo'limi tarafidan turaqli turda uylanilib, qarorning o'rinlanuvi ta'minlanmagan ham qat'iy kamchiliklarga yo'l qo'ygan boshchilarga intizomiy jazo choralari qo'llanib kelinmoqda. Yo'l kartaning 13 bandi 1 ham 2 kishi bandlari bo'yicha rayon sektorbosh tarafidan birinchi shara davomida 13 donadan ulguli xavfsiz ko'cha ham 15 donadan ulguli xavfsiz koridor shakllantirildi. Yo'l kartaning 11 bandi 7 kishi bandi bo'yicha bandida Yoshlar ishlari agentligi mamlakat yordamini muhtoj og'ir qatlamdagi yoshlarning mashg'ulotlarini shishuv belgilangan bo'lib, bu jurnalist bo'yicha yoshlarning tizimlari qalblastirilib, bu bo'yicha жұмыстар amalga oshirilib kelinmoqda. Yo'l kartaning 11 bandi 8 kishi bandida Yoshlar ishlari agentligi huquqbuzarlik isloviga buyum bo'lgan yoshlarni qadag'onga olib belgilangan bo'lib, bu va'dalar bo'yicha yoshlarning tizimlari qalblastirilib ham tegishli loyihalar ko'rilib, yoshlar orasida har turli sport jarlislari madaniy бағдарламалар shakllantirilmoqda. Yo'l kartaning 11 bandi 13 kishi bandida rayon inson o'rayi shang'arlarning so'rovnomadan o'tkazib, kambag'al shang'arlar reyestrini kirgizuv ham kambag'allikni chiqaruv bo'yicha individual rejalar ishlab chiqiluvi belgilangan. Biroq uskunga shekim reja ishlab chiqilmagan ham rayonlik shtabga usulmagan. Sho'ma rayon adlilik bo'limi tarafidan amalga oshirilgan жұмыстар yo'l kartaning 5 bandi 2 kishi bandida aldovchilik jinoyatining jabrlanuvchisining aylanuvining oldini olish bo'yicha 50 dona videoroliklar ishlab chiqib ham tarqatib ko'rsatib o'tilgan bo'lib, shu jurnalistlarda tayyorlangan videoroliklar eskirtuvchi bot ham adliya xabarlari botlari orqali turaqli turda Telegram kanallar ham gruppalarına tarqatilib, fuqarolarda sergaklikka chaqirib kelmoqda. Xalqning huquqiy sanasin, sotsiallik belsendiligini ham fuqarolik javobgarligini ashiruv jinoyat yuz yetiluvini sabab bo'lishi mumkin bo'lgan sotsial mashg'ulotlarda shishuga jamiyatchilik vakillari, nuroniylar ham mahalla belsendilarining keng qamtib olgan holda Nuroniy fondi rayon bo'limi tarafidan rayon ish to'pari a'zolari tasdiqlangan. So'ng bilan birga rayondagi 13 mahallasida nuroniylar bag'darida o'g'it nasihatlar жұмыстарын aparish uchun ishchi to'parlar qalblastirildi. Rayon Sho'ma rayoni kambag'allik qisqartuv hamkorlik bo'limi tarafidan amalga oshirilgan жұмыстары hozirgi kunda жұмыссыз bo'lgan ayol qizlarning bandligini ta'minlash, ularning hisobini turaqli turda yurgizib, tizimlarni qalblastirib ishi topar shtabga usulmaganlikdan ularning turmush tarzi shang'aroqdagi mashg'ulotlar ham kasblik huquqliligiga uyurilmasdan qolib ketgan.
Rayон медицина бөлімшесі тарапынан әмелге асырылу керек болған жұмыстар жол картаның 2-ші бәнді, 3-ші бәнді бойынша медициналық жәрдемге мұқтаж болған пробация қадағалаудағы бір шақсқа медициналық жәрдем көрсету белгіленген болып, бұл шақсқа медициналық жәрдем көрсетілген һәм пробация инспекторының қатынасуында медициналық көріктен өткерілген. Район хайал қызлар бөлімі тарапынан әмелге асырылу керек болған жұмыстар бойынша жол картаның 7-ші бәнді бойынша пробация есебіндағы 2 хайал қызды кіші бизнес, жеке істемеліктің һәм өнерменшілікке үйрету белгіленген. Бірақ бұған байланысты әмелге асырылған жұмыстар бойынша ешқандай hüccetler районлық ішкі істер топтарына ұсынылмаған. Жол картаның 6-ші бәнді бойынша тартысты һәм ажырасу жағасына келген жамы 3 шаңырақтылар менен профилактикалық сұхбаттар өткеру һәм оларға вәкілді біріктіру белгіленген. Бірақ бұл шаңырақтарға вәкілдік біріктірілмеген. Біріктірілген болса да hüccetler ұсынылмаған. Социалдық профилактика жөнелтісі бойынша осы жылдың басынан бері махалла жетілігіне 492 шақсыларға жұмаққа берілген. Сондан барлық жұмақлар махалла қызметкерлер тарапынан қабыл етілген. 3 ай davamında 189 жұмақ яки 34%-дан махалла жетілік тарапынан қосымша жұмақлар түзілген. Диққатыңыз үшін рахмет. Болса күн тәртібіндегі мәселе бойынша додалауға өтсек, сөз Моншақлы сайлау округінің депутат Наурызов Қалбай Тажаевичке береді. Рахмет. Ассалаумағалейкум, hürmetli депутаттар, hürmetli сессия қатынасушылары. Әлбетте, әзір біз райондық ішкі істер бөлімі бастығы Ұлықбек Құдайбергеновтың есебатын тыңдадық. Әлбетте, көп жұмыстар істенген, жинаят алдын алу бойынша, бірақ айрым кемшіліктерге жол қойылғаны анық болып тұрды. Себебі жинаяттың айрым түрлері өскен. Бұл енді өсу деген нәрсені, жинаяттың өсуін білмедім дейді, ашынар жағдайда өсуі. Бір адам жәбірленсе де бұлар батады. Адамға шаңыраққа ямаса ұрланса, зат ямаса жәбір шексе, бұл батады. Бұл ансат емес. Енді әлбетте жортып істеп атқандарын көріп жүрміз, бірақ еледе көбірек жуырып отыру келеді ішкі істер қызметкерлері. Себебі бұл жинаятшылықтың алдын алуды біз жетілікпен біргелікте бүткіл белсенділер һәм халықтың текары қатысушылары бірге жүргізу керек болады. Оның бер жағында ол жинаятшылық азайту мүмкін емес. Ойламаған жерден тосыннан келіп шығатын жинаятлар бар. Ол актив әрекет қылсақ бұл нәрсеге ерісеміз, бірақ бұл жерде басшы жаңағы таяқ келіп ішкі істер ұйымдарына тие береді. Жинаят болды десе, онда біз тек ішкі істер ұйымына нетеміз де, солардан көреміз, істенбеген тағы нәрсе. Бірақ біз өзіміздің жәрдемімізді аямастан біргелікте берсек, жаңа іс ережелер түзілген Ұлықбек атап өтті, бұл жерде көп нәрсе істеуіміз керек, бірақ даже істенген нәрселердің есебатын берілмеген. Бейпаралық қой бұл халықтың арасында. Айыбымыз бар ғой енді, мойындауымыз керек. Егер сол жаңа іс ереже түзіліп, соны істеуіміз біздерге халықтың арасында қатысушыларға, тиісті ұйымдарға тапсырылған болса, істеген жұмысына да есебат бермеген болса, енді білмедім, ол адамдарға да бір шара көрілу керек шығар. Себебі істенген ереже орындалу үшін істенеді. Кімдерге де жауапкершілік жүктеледі. Демек, қандайдыр басшыларымыз орларда жауапкершілікті сезінбегеннен осы нәрселер келіп шыққан. Енді бірқатар нелерді ауылдық жерінде мәдениет, әйелдер, бірлесіп кетелер, самовек көлді жинаят бірінші шеретте болмағалға көрсетіліп өтілген екен. Мен бағана оқып отырдым, интернеттегі берілген. Ол жақсы, рахмет жетілікке. Бірақ оны енді оған бір мақтан жетіп кетуге болмайды. Алдағы уақыттары бәрі қатаң істемесін жинаяттың ешкім білмейді қандай жинаяттың келіп жүргенін. Бұл нәрселердің кешірілмей тұрған нәрселер. Соның үшін һәммеміз біргелікте істесуіміз керек. Менің және бір ұсынысым бар, егер
imkoniyat bo'lsa, hurmatli hokim bova birgalikda bir topar tuzib, bayaqıda bir sonday жағдай болды da, Bahadır Engoyevичпен birgalikda ishlab, maktablarga borib, ota-onalarni жинап, uchrashuvlar o'tkazdik. Ulug'bek, siz o'zingiz ham qatnashdingiz, keyin prokurorlar ham qatnashdi. Birgalikda harakat qilsak, maktablarga jinasak ota-onalarni, сөйтіп ата-аналарға тек қана оқу емес, оқу процесі емес, жинаятқардың алдын алу, басқа да процестер бойынша кетіп жатқан, жол қойып жатқан жинаятlarымыз жетіліктен бірге қатнасса, бұлар да ta'sir етеді деп ойлаймын. Өзімнің бұл пікірім. Енді әлбетте алдымызда көп вазифалар тұрыпты, уақытты көп алмақшы емеспін. Енді insanның рауажлану үш нәрсе бар екен: биологиялық рауажлану, рухи рауажлану, жәмиеттің тәсірінде рауажлану. Бұл үшеуі қалыптасқан уақытта бар кәміл инсан болады. Бұл үшін демек біз денсаулық берілген болса, осындай өмір берілген болса, biz оқып үйреніп рауажланып жатқан болсақ, енді жәмиетпен істесуіміз керек, құрметті басшылар. Енді bu yerде әмес район басшылары қатнасып отыр, мәкемелердің кардиналары. Бұлар біргелікте істесек, біз осы жинаятларды кемете аламыз. Ауызбіршілікті сақтасақ. Енді мына жаңа жұмыссыздық хақында деп отырды, құрметті әкім. Ешкім білмейді олардың кімнің алдына барды, әзір үйреніп шығуымыз керек болады енді біргелікте. Енді бұл не үшін оны айтып отырмын? Районның абыройы төгіледі. Шаманайда сондай болған, жұмыс бермеген олар, құдылық қойған, басқа деген нәрсе. Бұл жоғарыдағы көріп отқан жоқ қой біздер. Біздер көріп отырмыз, қиын. Әмме жүріп жатқанда да үлгермей жатырмыз. Бірақ бұл Шомайдың абыройына минус болып кетті. Бір әкімге емес, әммеге минус. Бірақ айланып келгенде елдің басшысы әкімге берсе таяқ жейтін сол болады. Осы жұмыстар үшін. Соның үшін қадірлі депутатлар, қадірлі кархана басшылары, еледе жәмлесейік, еледе істейік. Жаңағы дүзген ережелерімізді әмелге асырайық. Ondan кейін, егер ережелерді әмелге асыруға жақыннан жан тасымайтын адамдарға тиісті шара көру керек. Бұл өзіміздің перзенттерімізді, өзіміздің келешегімізді ойламайтын болсақ, қалай рауажлану болады? Артта қала береміз ондай болсақ. Соның үшін бұл енді менің жеке пікірім. Енді кім қандай қарайтынын білмеймін, бірақ біз жаңағы дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген мен өзімнің кеуімдегі апты айтып жатырмын. Соның үшін де алдын алуға сіздермен бірге атсалысуға шақырып қаламын. Бұнда енді көбірек ішкі істер біздермен депутатлар һәм президент елдермен біргелікте істесуіміз керек. Прокуратура инспекторлары сіздердің бойыңызда үлкен жауапкершілік. Енді қиын тарапы, мәселен біздің махалледе 4000-нан көбірек оншақлы халық жасайды, бірақ біреу инспектор әділдіге жігіт. Ол аңсат емес жұмыс, әммеміз біліп отырмыз, күн-түн жүреді. Бірақ бұл оның вазифасы жортуда, халықты қорғауда. Бірақ біз жәрдем ете алсақ, біз азайтамыз да, кемейтеміз. Жаңағы 4-5 махалледегідей болмауы да мүмкін. Бұл қанша абырой болады район үшін. Тықырланыш рахмет, сау саламат болыңыз. Хабарымда үсу парман, бірінші парман жүйден уақытында шыққан парман деген есептелеміз. Себебі құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша бірінші парманлардың біреуі есептелінеді. Жаңа құрметті ішкі істер бөлім бастығы деп берген докладында бір екі пунктіне ортаққа тастап жібердім. Мына жол картаның бірінші бәнді 5 кіші бәндінің екінші һәм үшінші жөнелтілі бойынша бірінші ширек жұмағында мектепке шеккен білмендіру мекемелерінде қадымғы нені орнату, камералы орнату мәселесі орынламай қалған. Және екінші жол картаның 11-ші бәнді 14-ші кіші бәнді бойынша инсан социалдық мекемелер орай Жұматаев басшылығы мекемеде қармағарлық шаңырақлар реестрі жүзілмеген. Şu бәндтері мұвақлаштырушы комитет тарапынан оны қайтадан көрілді ме екен? Себебі 2025 жыл 30 январ күні жүрген комиссияда бұл аты айтылған мекемелердің басшылары бұл жерге именно қатынасты. Сол жерде мұвақлашы комиссия тарапынан үйреніліп, керекті шаралар көрілді ме екен? Buradan doğru cevap verebilirseniz falan. Niyaz, bakma. Korugun şara doğru kamera boyunca bu arızalı.
бастаған әрекеті бойынша біз өзінің құқығынан толық ситуацияға әлеуметтік кіріктеміз. Бірінші бірден зат орындаған. Себебі районның полный счеты ма жауып тұрған? Қандай счет жоқ? Районның счеты жауып, бастықтарының бұл басқарып отырған осы несті халатын істейміз, сол тарапынан біз не кіргізгенбіз. Бұл инсанның несіне, неғылсын өзінің несіне. Бұл жақын күндерде, по-моему, екінші ширектің ережесі бар еді. Бұл бірінші ширектің ережесі. Жылдық ереже бар, қауіпсіздік бойынша, бірінші қарар бойынша, президентіміздің. Екінші ширек 6 ай жұмағыменен деп қойыппыз енді. Сол жұмақпенен бұны несін көріп шығатын шығармыз, по-моему. Onun için екінші бақырам бойынша мен одан хабар жоқ. Бұл бізге ешқандай не талаптама келген жоқ. Оны өзің жауап беріп өтсең болады, бақырам. Докладта айтып өткенде біздерде индивидуалды реже шығаратын сауалнама бойынша индивидуалды реже 1120 режеміз бар. Қазіргі күнде 913 индивидуалды реже ісепшілігі 81%. Біздер бірінші салық қарар бойынша біздер бір адам бекітіп қойыппыз, қазір штабқа ұсынылмаған дейді. Қазір өзің көп не қыламын қазір де естіп отырмын. Дұрыс айтып жатырсыз. Соның үшін бірнеше мәрте айтылып жатыр бұл келген уақытында алып қолыңызға мағлұматларыңызды өздеріңіз даяр болып келуіңіз керек. Енді сауал жауапқа бір-біріңізге қарап тұратын болсаңыз, бұл мәселені қайтадан көріп шығуыңыз керек. Егер болатын болса, тағлымдамаңыз болса, беру керек. Басқа сауалдар бар ма? Жоқ болса, шешім жойбары тарқатылған, тасdiqlansın деген депутаттар дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Қарсы бейтарап жоқ, шешім қабыл етілді. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша сөз ішкі істер бөлімінің Жәмиетшілік қауіпсіздікті сақлау қызметі бөлімшесі басшылығы Тұрымбетов Алишер Султанбековичке. Султанбаевичке. Мархабат. Ассалаумағалейкум. Сессия қатысушылары. Мағлұматын қысқаша етпекшілерін көрсетіп өтіп кетті. Жәмиетке сатып өткен құзарлығы бойынша қысқаша мағлұмат айтып өткен жәмиет сақлауға қаратылған ләжа нәтижесінде жәмиет қорлары спирттік ішімдік ішкен 6 жәмиет қорлары жүріс-тұрыс қағидаларын бұзған 14 өртке тығылып ұйымдарды қапсыз алып жүрген бір пара іркіліп ішкі істер бөліміне алып келініп әкімшілік баяндамалар жазып жауапкершілікке тартылған. Бұзарлық һәм жинаятшылық алдын алу жинаятларын іс ізіне ашу һәмде жәмиет тәртіп сақтау мақсатында райондағы 397 дана видеокамера орнатылған, соның 32 дана видеокамералар райондағы электрон күзету маскаларына интеграция қылынған. Құрал арнаулы профилактика жардамында жәмі 5 пара ау құралдарын һәм бөліктерін өз еркімен ішкі істер бөліміне тапсырған һәм бір халат низамсыз ау құралын сақланып отырған туралы анықтап тиісті шара көрілген. Профилактика инспекторлар тарапынан сол жылдың 3 ай davamında жәмі 724 әкімшілік баяндама сонынан уәкілдік шеңберінде кіруші 566 әкімшілік баяндама рәсімделістірген. Жәмі рәсімделістірген әкімшілік баяндамалары құқық түрлері бойынша талаптар көрілгенде жәмиет қорлары спирттік ішімдіктер ішкерлігі үшін 36, майда безгақтар үшін 64,
өткір тығылы бұйымдарды анықтау 7, балалар тәрбиесіне немқұрайлықпен қарау 36, паспорт қағидаларын бұзғандығы үшін 272 әкімшілік баяндамалар жүргізілген. Жемиетте жүріс-тұрыс қағидаларын бұзғандығы үшін әкімшілік жауапкершілік тартымдылық кодексінің тиісті статьяларына тек 35 бұқара әкімшілік қамаққа алынған. 724 бұқара 101.206.000 сомнан астам жарима салынып, низамға текар 50-70-100% төлемдермен бірге жамы 88.244.000 сом жарималар өндірілген. 12.961.000 сом жарима пұлдарын өндіру шаралары көрілмекте. Өзбекстан Республикасы Министрлік Комитетінің 2024 жыл 30 ноябрь күнгі 801 сан қарарында текар 2025 жыл бірінші ширек давамында профилактика инспекторлар тарапынан 492 шақстағы махалле жетіліктеріне құласа берілген. Бұл соннан 189 шақстағы берілген құласалар 38,4% қосылып жұмақлануы ерісілген. Атап айтатын болсақ, махалле кезінде талап қарағандыда Таза базар махаллесінде 58 құласадан 14 құласа 24%, Наурыз махаллесінде 53 құласадан 12 құласа 22,6%, Бекжап махаллесінде 51 құласадан 8 құласасы 15,7%, Айбир махаллесінде 30 құласадан 15 құласасы 50%, Кетелер махаллесінде 32 құласадан 10 құласасы 31%, Ақжап махаллесінде 35 құласадан 24 құласасы 68,6%, Саманбай махаллесінде 21 құласадан 1 құласасы 4,8%, Бірлешік махаллесінде 37 құласадан 8 құласасы 21,6%, Диханабад махаллесінде 31 құласадан 13 құласасы 41,9%, Моншақлы махаллесі 42 құласадан 24 құласасы 57,1%, Мәдениет махаллесі 38 құласадан 24 құласасы 63,2%, Мами махаллесінде 26 құласадан 14 құласасы 53,8%, Қарабайлы махаллесінде 38 құласадан 22 құласасы 57,9% жұмақланған. Сол жылдың 3 ай davamında жасөспірімдер тарапынан жинаят жүз беруге жол қойылмады. Мектептерде оқушылар арасында жасөспірімдер тарапынан істелген әрбір бұзақылықтардың талдауын қайта бұзақылықтардың алдын алу мақсатында халықтың бөлімімен бірге hamda басқа да қорғау органдарымен район аймағында мектептерде давамат раждар өткізіліп, раж davamında тұрақты түрде сабақларға қатынаспай жүрген hamda бұзақылық істегендігі үшін 40 оқушының ата-аналарына қарсысына әкімшілік жауапкершілік кодексі 47 статьясына тек муафиқ шаралар көрілді. Һәм бұзақылықтардың алдын алуда мектеп оқушыларының сабаққа қатынасына жауапкершіліксіз қарап, өз қызмет вазифасына немқұрайлықпен қараған мектеп администрациясына түсінген шекем 3 мәртебе ұсыныстар кіртіліп жауаптар алынған. 3 ай davamında өткізілген рәж davamında 6 жасөспірім қараусыз қадағалаусыз қалып қалған себебі жасөспірімге социалдық құқықтық жәрдем көрсету орайына жайғастырылған. Хаял қыздар арасында 3 ай davamında жинаятшылықтың алдын алу барысында бірқанша профилактика түсіндіру жұмыстары алып барылғанның нәтижесінде хаял қыздар тарапынан жинаят жүз бермеді. Өткен жылға салыстырғанда 1,0-ге 100% кеміген ерісілген. Зорлық һәм басымнан жәбір көрген 44 хаял қыздарға қорғану ордерлері рәсмилестірілді. Берілген қорғау ордер талаптар бұзғандығы үшін әкімшілік жауапкершілік кодексінің 206.1 статьясы бірінші бөлімімен 3 шақс әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Жеңіл мінезді хаял қыздар өз уақытында іркіліп, әкімшілік жауапкершілік кодексінің 190 статьясымен 2 хаял қызды жауапкершілікке тартылған. Сударда судасып атырып 14 шаңарақ толық үйреніп, сонымен 2 шаңараққа қорғану ордерлері берілді. 3 шаңарақ машқалалары өз уақытында үйреніліп, 2 алиментіне байланысты һәм 1 шаңарақ жарастырылды. Медицина бірлеспесінде тізімде тұрушы 3 хаял қыз рухи халатын жақсылау бойынша рухи кеселді диспансерге емделуге жайластырылды. 3 ай davamında район аймағында жол транспорт катастрофаларымен байланысты жинаяттар 3-тен 3-ге тұрақтылығы сақталған. Адам өлімімен байланысты жол транспорт катастрофасы 1-ден 1-ге тұрақтылығы сақталған халда ерісілген. Сол сәдір етілген өлімімен байланысты жол транспорт катастрофасы махаллесінде талдағанымызда Бекжап махаллесінде бір жинаят, яғни 266 статья 2-ші бөліммен
және іс қозғалған тура келген. Осы сәйкес еткен жол транспорт хадистерін анализдеп көргенімізде 3 хадисе транспорт құралдарын тезірек асырып өзара тоқтасу нәтижесінде сәдір етілген. Район аймағында жол транспорт хадиселерінің алдын алу бойынша өткізілген рейдтер davomida 1114 қағида бұзар анықталып, сонан 405 қопал қағида бұзарлықтар һәм 11 спиртті ішімдік ішкен мас халде айдаушылар анықталып, сот тәртібі низамда көрсетілген тәртіпте тиісті шаралар көрілді. Құрметті депутаттар, сағаттың жұмақаны тоқтатқаны үшін рахмет. Есабатта жаңағы 5 қора ау құралдарын деп не қылғансыз ғой, өз еркімен тапсырды, кейін бір заңсыз деп айтып кеттіңіз да. Мына шешім жойбарында сол тек анықталған деп кетілген, енді соған қандай шараларды көрдіңіз? Сол бойынша бір азғантай айтып жіберсеңіз. 5 қора өз еркімен ау құралдарын тапсырған, яғни филиалында құрылыс жұмыстары істеп жатқан уақытында табылған құралдары бұл бойынша ішкі істер бөлімінің басының атына арызбен müracaat етіп, тиісті тәртіпте ұсыныс етілген. Һәм де бір ау құрал низамсыз сақталған халат бойынша, мысал үшін мәліметін айтып өтуім мүмкін, Дихановат ауылдық жинағында еш жерге hüccetlерсіз өзі еркіндігімен пайдаланып тапсырмасы алып жүрген бойынша, һәм де аңға шығып бара жатқан уақытында оперативтер жадауында іркіліп анықталған. Бұл бойынша 248 статьясымен жауапкершілік мәселесі тергеу әрекеті алып барылды. Шешім жойбары айтылғансын деген депутаттар дауыс беруін сұраған. Рахмет, түсініңдер. Қарсы, бейтарап жоқ. Шешім қабыл етілді. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша сөз Шоманай районы салық инспекциясы басшылығы Карим Султан Мұратбаевичке. Мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті депутаттар, сессия қатысушылары. Шоманай районында бюджет дараматтарының белгіленген программалық көрсеткіштері орындалуы һәм қосымша деректерді анықтау, сондай-ақ іс-берген субъектілерін қолдап қуаттылау, салық әкімшілік һәм тарауда интерактив қызметтерді және де жетілдіру бойынша Шоманай районы салық инспекциясы ұйымы тарапынан ұнамды жұмыстар әмеге асырылмақта. Атап айтқанда, бюджет дараматтарына 2025 жылдың бірінші ширегі үшін белгіленген 1 миллиард 712,6 миллион сом прогноз көрсеткіші әмелде 1 миллиард 948 миллион сомға 113,8% орындалып, 236,1 миллион сомға артық орындалуын тәмінленді. 2025 жылдың март айы үшін белгіленген 765 миллион сом прогноз көрсеткіші әмелде 945 миллион сомға 123,5% орындалып, 180 миллион артық орындалуын тәмінленді. Шеректік режимінің орындалуы салық түрлері кесімінде физикалық шахстардың дарамат салығының 324,3 миллион сомлық реже әмелде 267,1 миллион сом түсім болып, 82,4%-ға, юридик шахстардың жер салығынан 63,8 миллион сомлық реже әмелде 15,2 миллион сомға 23,8%-ға, юридик шахстардың мал мүлік салығынан 9,2 миллион сомлық реже әмелде 32,7 миллион сомға түсім болып, 354%-ға, юридик шахстардың су ресурстарының алынатын салыққа 27 миллион сомлық реже әмелде 19,5 миллион сомға 71%-ға, физикалық шахстардың жер салығынан 685,1 миллион сомлық реже әмелде 835,9 миллион сомға түсім болып, 150,8 миллион сом артық 122%-ға, физикалық шахстардың мал мүлік салығынан 231,6 миллион сомлық реже әмелде 262,3 миллион сом түсім болып, 156,5%-ға, жеке кәсіпкерлердің қатаң белгіленген салығы 11,2 миллион сом реже әмелде 27,2 миллион сомға түсім болып, 242,7%-ға орындалуы тәмінленді. Бюджет дараматтарына 2025 жылдың бірінші ярым жылдығы үшін белгіленген 4 миллиард 744,6 миллион сом прогноз көрсеткіші әмелде 4 миллиард 791,8 миллион сомға, яғни 101,1%-ға орындалуы күтілмекте. Енді бұған енді әзір қосымша айтып өтуім мүмкін. 2025 жылдың екінші ширегі үшін енді әзір докладта келтірілмеген, бірақ екінші ширегі үшін 3 миллиард 31 миллион сом белгіленген. Бүгінгі күнде
түсім 1.282.8 миллион сом 42%-ға оралады демекті. 2025 жылдың екінші ширегі қазіргі күнде. 6 айға 4.791.8 миллион сомға түсім болуы күтілмекте. Бүгінгі күнде район аймағында істеп тұрған 684 кархана бар болып, сонда 2025 жылда жаңадан ашылған карханалар саны 45 іскерлігін қайта тіркелген саны 11 кархананың ібірі. Район аймағында 700 жеке тәртіптегі іс мекемелері бар болып, сонда 2025 жылда жаңа ашылған 44 жеке тәртіптегі іс мекемелер мәмілелік тізіміне өтіп, өз іскерлігін бастады. Өзін-өзін бәндеткерлер жәмі 6072 физикалық шақсылар болып, сонда 2025 жыл мәмілелік тізіміне өткен 1212 физикалық шақсылар үй шариғатында іскерлігін бастады. Сонымен бірге бюджет алдындағы салық қаржысын кемейтуде ұйымдар тарапынан бірқанша жұмыстар әмелге асырылды. Бюджет алдындағы әрекеттегі карханалардың салық қарыздары 2025 жылдың 1 апрель жағдайына 355,2 миллион сомды құрап, жыл басынан салыстырғанда 276,4 миллион сомға кемейген болса, ай басынан салыстырғанда болса 200 миллион сомға ғана кемейді. Соны айтып өту керек, 2025 жылдың 1 январ жағдайында әрекеттегі карханалардың салық қарыздарлығы 631,6 миллион сомды құрайды. Район бойынша 2025 жылдың 1 апрель жағдайында мәжбүри оралау бюросы бөлімдерінде жәмі юридик шақсылар һәм физикалық шақсылар тарапынан 103 дана 1.147,8 миллион сомлық мәжбүри оралау бюджетлері, сонда юридик шақсылар тарапынан 70 дана 1.13,5 миллион сомлық, физикалық шақсылардан 13 дана 134,3 миллион сомлық салық ұйымларының бастығының қарары һәмде суд бұйрықтары һәм халық қарарлары мәжбүри оралау бюросында мавжуд. Сонымен бірге банкроттық белгілері һәмде өндіру үмітсіз іскерлігін көрсетпей жатқан карханаларын тамамлау мақсатында район бойынша осы жылдың январ-март айлары davomida жәмі 460 миллион сомлық салық қарыздарлығы бойынша 5 кархананың банкроттық мәселесі көріп шығу үшін Қарақастан Республикасы Қонақ районлары экономикалық сотына дау арызы кіртілуі тәмінленді. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сауалдар бар ма? Var mı yok? Assalamualaikum sessiya қатынасушылары. Мен қазіргі ертеңде Карим Сұлтан Матбаевтың докладын тыңдадық. 2025 жыл бірінші ширек давамында істелген әмелге асырылған жұмыстар бойынша. Енді атап айтқанда бюджет дараматтарының 2025 жыл бірінші ширек үшін белгіленген 1.712 миллион сом прогноз көрсеткіші әмелде 1.948.006 миллион болуы жақсы нәтиже деп ойлаймын. Бұл бойынша 13,8% орындалған. Ширектілік ереженің орындалулары салық кесімінде төмендегі көрсеткіштер бойынша азырақ кемістіктер бар. Мысалы айтқанда физикалық шақсар дарамат салығынан 324,13 миллион сом ереже болып, әмелде 267 миллион табылғаны. Юридикалық шақсардан жер салығынан 63,8 миллион сомлық ереже болып, әмелде 15,2 миллион сом бар yoғы 22%-ға орындалғандығы. Юридикалық шақсардың су ресурсы салығынан 27,2 миллион сомлық ереже болып, әмелде 19,5 миллион сом түсім болғаны, бұл 71,6% құрағандығы районымыз үшін жүдем төмен көрсеткіш болып есептеледі. Және бір айтатын жеріміз өз-өзін бән еткен жәмі 6072 физикалық шақсыр болып, сондан 2025 жылда мемлекет тізіміне өткен 1212 физикалық шақсы үй шариғатында өз іскерлігін бастаған деп айтып кеттіңіз.
жаңа сессия бастамасынан алдын құрметті хакім бабамыз айтқандай 10 7-8 адам бірден жоғарғы жұмыс сұрап барғанлығы бұл районда значит сіз тараптан іскерлікті әмелге асырмағанлығын төмен дәрежеде екенлігін көрсетіп жатқанлығы һәм халықтың арасында өте жұмыстар істемегендігін көрсетмекте. Және бір пунктінде район бойынша 2025 жылдың 1 апрель жағдайына мәжбүрі ұрылар бөлінген және юридикалық һәм физика тарапынан 103 дана 1 миллиард 147 мың 8 миллион сом мәжбүр ұрлау құжаттарын тапсырғанбыз. Лекін осы күнге шейін соның қай модарды ізіне қайтарғанлығы хақында да мағлұматтар бермей кеттіңіз. Сол заттардың жоғарыда төменде айтқан заттардың барлығына шешім жойбарына кіртіп, анық уақыт һәм режеге не кіріссек, уақыт сәт кіріссек, например, 1 айға ма, 2 айға ма, сонdan кейін додалап. Менде ұсыныс сондай. Енді бұяқтықтан түсінсе болады, лекін жаңадан жұмыс бастап жатқан адам бірден жұмысты осындай бастасаң, дальнейшем білмеймін, қандай жұмыс істейсің. Сол себептен алдағы әрекет істемесең, сізден алдыңғы салық инспекциясының бастықтары істегенде де көріп еді, қалай сонда додаланды. Бірінші неден азырақ ауырлау айтылса, кейін жағы сізге аңсап болып кетеді деп ойлаймын. Менде сол. Шешім жұмақты өзгертеміз бе онда? Өзгертеміз да онда. Шешімге өзгеріс, қосымша өзгеріс бар. Мақұл. Күн тәртібінде болмаса, күн тәртібіндегі 6-шы мәселе бойынша сөз Шоманай районы экономика һәм финанс бөлімі бастығының бірінші орынбасары Оразымбетов Бақыт Көшкінбаевичке, Махамбет Бақыт Көшкінбаевич. Ассалаумағалейкум, құрметті депутаттар һәм сессия қатысушылары. Сіздерді Шоманай районының 2025 жылы бірінші ширек davomында жергілікті бюджет дараматтары мен қаражеттерінің орындалуы бойынша қысқаша таныстырып өткен. Шоманай районы 2025 жыл бірінші ширек davomында жергілікті бюджет дараматтары режесі 4 миллиард 761,2 миллион сом болып, ақиқатта 4 миллиард 835,9 миллион сом 101,6%-ға орындалуы тәмінленді. Енді бұл салық бөлім тарапынан әрбір вид бойынша тоқталып өтті. Қаражеттер бөлімі өтіп өткен. Районымыз бюджетінің 2025 жылдың 3 ай davomында қаражеттер бөлігі режедегі 19 миллиард 452,5 миллион сом орнына 19 миллиард 98 миллион сом сарфанып, реже 98,2%-ға орындалды. Сонан білімдендіру тарауына режедегі 5 миллиард 696,8 миллион сом орнына ақиқатта 5 миллиард 554,2 миллион сом сарфанып, реже 97,5%-ға орындалды. Мәдениет һәм спорт тарауы режедегі 2 миллиард 4 миллион сом орнына ақиқатта 1 миллиард 939,6 миллион сом сараланып, реже 96,7%-ға орындалды. Абаттандыру басқармасына режедегі 3 миллиард 34,5 миллион сом орнына ақиқатта 2 миллиард 970,7 миллион сом сараланып, реже 97,9%-ға орындалды. Ауыл қожалық қызмет қаражеттеріне режедегі 2 миллиард 157,2 миллион сом орнына ақиқатта 2 миллиард 143,8 миллион сом сараланып, реже 99,4%-ға орындалды. Мемлекеттік басқару органдарының сақлау қаражеттері режедегі 3 миллиард 771,1 миллион сом орнына ақиқатта 3 миллиард 724,1 миллион сом сараланып, реже 98,8%-ға орындалды. Басқа да қаражеттердегі реже 121 миллион сом орнына ақиқатта 111,5 миллион сом, реже 91,5%-ға орындалды. Жергілікті бюджеттің қосымша жамғармасы қаражеттеріне режедегі 422 миллион сом орнына 409,7 миллион сом сараланып, реже 97%-ға орындалды. Ашық бюджет белсенді қорлар қор есеп бетіне 2 миллиард 244,4 миллион сом пұлдары қаржыландырылып берілді. Қатысушыларыңызға рахмет.
şu birinchi çeyrek davomida jергilікті bюджет daromad rejesinden 4 milyard 761 milyon so'm bo'lib, haqiqatda 4 milyon 566 milyon so'mga, ya'ni 95,9%ga o'rlanganini aytib o'tdingiz. Korxonalarning aylanmasida 344 milyon so'm reja belgilanib, haqiqatda 330 milyon so'm 96%ga, ya'ni 19 milyon so'mga keng o'rlangan. Fizikалық şahslarning alınатын daromad solig'idan 2 milyard 584 milyon so'm rejada belgilanib, haqiqatda 2 milyon 392 milyon so'mga, 92,6%ga 192 milyon so'mga keng o'rlanganini aytib o'tdingizda. Endi buning teknik sebeplari ne deb o'ylaysiz siz? Kelesi şerekte bu kemşiliklerni rejani to'liq o'rinlao bo'yicha qanday yozuvlarni ko'rasiz? Rahmet. Endi korxonaning aylanmasına sалық rejim орындалмау себебі korxonaning o'tgan aylarda alasi salығы басқа салығына өткерілген 3 ай davomida. Яғни басқа салықтан қарыздарлық болған себепті сол қарыздарлықты салық басқармасы тарапынан перевозка болған бір-біріне. Физикалық шахтаның даромад салығының режимнің орындалмаған себебі бюджеттен тысқары korxonaların айлық есептар қате тапсырылуынан келіп шыққан бұл. Қате тапсырылған бухгалтерлер тарапынан нәтижеде орындалмай шығып қалған. Цифрымызды екінші тарапқа қарап аудармаймыз. Бұл жаңағы айтып отырған сөз, например, 119 миллионға кем орынланған деген сөзді біз не үшін о терминді қолдаймыз? Орынланбаған деп неге айтпаймыз? Орынламадық қой ол затты. Как будто біз бұны орынлаған қылып, сәл орынламадық та дегендей қылып қойыппыз да қазір. Бұны жазғанақта, баянатты жазғанақта сен орынламағансың ғой бұл затты да. Қазір қара мына жерде жазылып тұрған сөз. Районымыз бюджеті демек білімдендіру тарауында режидегі 5 миллиард 696,8 миллион сом орнына haqiqatda 5 миллиард 554 миллион сом sarflangan қаражат та бұл енді. Сонда айтпақсыз бұл жерде 100% sarflamadık та дей жақсы ба сонда? Бұл не деген сөз? Толық кассы болмай қалғанда осылайда. 3 ай davomida. Себебі мысалы айлық болады, айлықлар расчет дейміз. Мысалы март айындағы расчет апрель айында төленіп беріледі. Бұл бере алмағансыз да сіз оны. Дұрыс па? Екінші ярым кейінгі айға өтіп келген себебі 100% деп болмайды. Тоқтап тұр. 97'de 5%ға орынланған да бұл, Значит, үстіндегі, например, 2'de 5%ға орынламағансың ғой. Не үшін біз орынламадық деп көрсетпейміз bunu? Орынладық емес. Бұл орынламаған ғой бұл жерде. 100% болса орынланған болып табылады ғой. Бұл орынламағансың ғой бұл жерде. Сөздің мәнісі өзгеріп тұрды бұл жерде да. Сен 96'da 7% орынланды деп жазып қойыпсың да. Бұл орынланбады ғой бұл. Орынланбады деп жазылу керек бұл жерде. Орынламаған затты орынламады деп көрсетің, мына қарау. Кем орынлаған, аз дұрыс оқып отыр. 349'da 6 миллион сом реже белгіленген болып, 336 миллион сомға орынлан 94'te 6%ға 19 миллион кем орынланды деп жазып қойыпсыз да. Орынланбады деп жазың оны. Орынламадың ғой сен. Дұрыс емес пе сөздің мәнісі? Орынламаған затты орынламады деп жазыңыз еш оны. Кем орынланған деген орнына мысалы 96'da 4% болып, 94'te 6% болып, 2'de мысалы 5'te 4%ға орынланбады деген затты жазың. Ол әммесін орынлады дейсен, біреу әм орынланбаған. Соның үшін бұны егер не қылатын болса, баянатты өзгертірің бұл затты. Сен орынламағаныңды орынламады деп көрсетсің ақыр болды. Орынланды деген сөз, бұл жерде басқа сөз ғой, бұл орынланды деп қойды. Әммесін орынланды. Процентін шығарып, сол бойынша сөйлеп кетіп отыр. Орынламадың сен. 4%ға орынламағансың, 3%ға орынламағансың, толық орынланбаған. Айлықты уақытында толық бермегенсің, берілмеді деп жазып берді. Сондай дуырлар, бұны әммесін жаңағы не дейді, үстінен дейіп өтіп кетіп баратырсыз. Орынламай қабедік та дегендей ол. Бұл орынламады ол. Сенің режим бежерілмей атыр. Қаражетің, дараматың, екі жағын баланс бермей атыр. Басқа сауалдар бар ма? Рахмет, отырмын.
Жоқ болса, күн тәртібіндегі кейінгі мәселе бойынша долалға өтсек, сөз 8-ші Арал сайлау округінің депутат Мұрзамұратов Фархат Жақсымұратовичке. Мархабат. Ассалаумағалейкум, сіздерге қатынасушылары. Шомана районы жергілікті бюджет параметрлерінің 2025 жыл бірінші ширек ауылында әмелге жасалған жұмыстарының орындалуы бойынша экономикалық финанс бөлім бастығы Оразбековтің есебі атқанға өтілді. Бұл жерде енді жоғарыда да айтып өтілді. Белгіленген режетикарлары толық орындалмаған. Атап өтетін болсақ, мына қарханалардың айланба салығы, физикалық шарттардың дарамат салығы, юридикалық шарттардың мал мүлік салығы, мына білімдендіру тарауының режедегі салығы, мәдениет һәм спорт тарауының режедегі салығы орындалмаған. Енді район бюджетінің орындалуы районның социал-экономикалық раужануына тікелей тәсір етуін есепке алсақ, бұл социалдық объектілер, бақшалар, мектеплер, емдеуханалар һәм районымыздың ауылдан асу жұмыстары бұл тікелей районымыздың бюджет қаржыларына тақалатын болғандықтан алдағы уақытларда жоғарыда атап өтілген кемшіліктерді сапаластыру дәрежелерін көруін сұранамын. Жоқ болса, шешім жобалары тасқаласын деген депутаттар дауыс беріп отыр. Қарсы италия шешім қабылдады. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша сөз Шоманай районы Самбалық қысқартылған тәртіп бөлімінің бастығы Жолбанов Ұлан Азатович. Мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті депутаттар һәм сессия қатысушылары. Шоманай районы Камбалық қысқартылған бәнд көкемегісі бөлімі тарапынан 2025 жыл январ-март айларында әмелге асырылған жұмыстар бойынша мәлімет беріп өтетін болсақ, 2020 жыл 20 октябрьдегі 642 сан қарарындағы халықтың бәндігін хақындағы Өзбекстан Республикасының заңына сәйкес Шоманай районы Камбалық қысқартылған бәнд көмектесу бөлімі тарапынан 2025 жыл бірінші ширек davomida жаңа жұмыс орындар жарату һәм халықтың бәндігін тәмамдау бойынша төмендегі істер әмелге асырылды. 2025 жыл январ-март айларында бөлімге 367 жұмыссыз бұқаралар müracaat еткен болып, сонан 221 аял қызлар һәм 136 бұқаралы жастардан да барады. Жұмысқа жайластыру бойынша Камбалық қысқартылған бәндікке көмектесу бөлімі тарапынан 2025 жыл январ-март айларында бөлімге 367 жұмыссыз бұқара жұмыс сорап müracaat еткен болып, сонан 280 жұмыссыз бұқараның райондағы мекеме һәм карханаларға жұмысқа орналасу үшін жолдама беріліп, бәндігі тәмамленді. 2025 жыл январ-март айларында 280 бұқара тұрақты жұмыспен бәнд етіліп, сонан 136 аял қызлар, 82 бұқара жастардан да барады. Жылдық режиміміз 1137 болатын болса, январ-март айындағы бірінші кварталдағы ширектегі режиміміз 227, әмелде 280, яғни 123,3%-ға орындалды. Кәсіпке оқыту бойынша жұмысшылар районымыздағы бұқаралардың кәсіпке таярлау, қайта таярлау һәм олардың қанегелігін асыру үшін 2025 жыл дәстүрі бойынша районымызда 413 жұмыссыз аял қызларды, жастарды қайта кәсіпке оқыту режелестірілген болып, сонан 2025 жыл январ-март айларында 133 жұмыссыз бұқаралардың жіберілген болып, сонан ер шаш тәресі жөнелісінде 1 бұқара, 4 бұқара балалар массажисті жөнелісінде, электр жөнелісінде 1 бұқара, нейл стилист жөнелісінде 2 бұқара, халық ойыншықтарын таярлау кәсіпкер жөнелісінде 1 бұқара, 80 бұқара пілешілік жөнелісінде, 44 бұқара құсшылық жөнелісінде оқуға жіберілді. Сонан 131 аял қызлар, 3 бұқара жастардан да барады. Жылдық режиміміз 413 болатын болса, бірінші кварталымызда 72, әмелде 133, яғни 184-те 7%-ға орындалды.
Квота орлары бойынша айтып өтетін болсақ, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2017 жыл 5 декабрдегі 965 санды қарарында район әкімінің 2024 жыл 11 октябрдегі райондағы мекеме һәм карханаларға 2025 жыл үшін социалдық қорғауға мұқтаж һәм жұмыс табуда қиналған шахстарды жұмысқа орналастыру үшін бәнд қылып қойылған жұмыс орындарының жұмысқа орналастыру ақындағы 488-13-193 Қ-24 санды қарарымен қабыл етіліп, қарарға муафық райондағы 16 мекемеге һәм карханаларға жамы 25 бұқараға квота жұмыс орындары бәнд етіліп қойылды. Сонан жалғыз ата-ана һәм 14 жасқа дейінгі майыптылығы болған балалар үшін 6 орын қойылды. Орта арнаулы кәсіп өнер колледжі біткерген жастар үшін 11 орын қойылды. Міндетті әскери қызметтерден босаған сапарбарлықтан шақыру захирасына кіртілгендер 2 орын қойылды. Майыптылығы болған шахстар үшін, бұқаралар үшін 2 орын қойылды. Пенсия жасына жақындасып қалғанлар үшін қойылмады. Жазасын өтеп босап келгендер үшін 2 орын қойылды. Шығанақлық тұрмысында зорлық нәтижесінде жәбірленгендер үшін 2 орын қойылды. Жамы 25 орын бәнд етіліп, сондан 2025 жыл давамында реже 25 бұқараның бәнд етілген жұмыс орындарын райондағы социалдық қорғауға мұқтаж һәм жұмыс табуда қиналып жатырған жұмыссыз бұқаралардың жайластыру болса, сондан январь-март айларында реже 9 болатын болса, 9 бұқара жайғастырылды, яғни 3-еуі аял қыздар, 5-еуі жастардан барады. Жолламалар беріліп, жұмысқа орналастырылғаны жылдық режиміміз 25 январь-март бірінші кварталымызда 5 болса, әмелде 9, яғни 180%-ға орынланды. Шоман айраны қамбалық қысқарту һәм бәндікке көмектесу бөлімі халқымыздың жұмыссыз қатламының жұмыспенен тәмелеу һәм бәндік дәстүрлерінің орындалуын тәмелеу бойынша алдағы уақытта жұмыстарын давам ете береді. Ассалаумағалейкум, құрметті депутаттар, сессия қатысушылары. Қамбалықты қысқарту һәм бәндікке көмектесу бөлімі тарапынан 2025 жыл бірінші ширегі давамында әмелге асырған жұмыстары hakkında Ulan Mazatçı'nın isabatını tınladık. Қамбалықты қысқарту һәм бәндікке көмектесу бөлімі тарапынан 2025 жыл бірінші ширегі давамында белгіленген ережелер толық орындалуына ерсілген. Сонымен бір қатарда есабатта айрым мәселелерге тура қаратылмаған. Қазіргі уақытта районымызда тұрақты жұмыс іздеуші бұқараларымыз еледі аз емес. Бос һәм вакант тұрған жұмыс орындары кем. Соны себепті бүгінгі күнде жұмыссызлар, әсіресе жастардың өз білімділігін бастау үшін кем имканиятлар жаратылмақта. Банктер тарапынан бірқатар жеңілдетілген кредиттер ажыратылмақта. Қамбалықты қысқарту һәм бәндікке көмектесу бөлімі бүгінгі күнде жұмыссыз бұқаралардың мүмкіншіліктерден пайдалануға, өз іс-білімділігін жұмыстарын бастау, өзін-өзі бәнд ету бағдарында бойынша жұмыс алып бару керек. Сондай-ақ есабатта жасырын жұмыс орындарын легалдастыру бағдарында әмелге асырылып жатырған жұмыстар hakkında айтылмады. Бәршемізге белгілі көпшілік іс-білімділік объектілерінде жалландық істеніп жатырған бұқаралар аз емес. Бұл бұқаралар карханалар тарапынан бұйрықпенен жұмысқа қабыл етілмей, тек қана ауызекі келісім арқылы жұмыс істемекте һәм іс хақылары конверт ұсынында беріліп келмекте. Нәтижеде бұқаралардың стажы есапланбайды һәм тиісті салық төлемдері төленбейді. Соған байланысты Қамбалықты қысқарту һәм бәндікке көмектесу бөлімі салық инспекциясымен біргелікте осы мәселелерде диққат аударуы тиіс, есабатын қанағаттандырады деп есептеймін.
Легалдастыру боюнча кыскача айтып бересиң. Бұл жаңағы микрокредитлер, микролайфалар, қазір банктен шығарып отырған кредитлер, өзі бәнт етіп отқан құралдар бойынша. Бізде жылдық режиміміз қазір 1498, яғни әкім жәрдемшілігі берілген реже болса, бүгінгі күнге 1212-сін қазіргі күнде бәнтлеп болдық. Яғни бұлар 5 миллион кредиттен 10 миллион, соған 33 миллионға дейінгі, һәм 50 миллионға дейінгі өзі етіп тұрған бәнтлерге қазір 1212 адамды болдық. Бірінші кварталда, қазіргі күнге дейін уже реже шығып қалды деді жағында. Бұның ішінде енді тек қана кредитке емес, пособие аламан, және де өзінің үйінде істейме деген өзі бәнділер кіріп жатырыпты. Оның ішіне және үлгілі шаңырақ болып кіріп жатқан қожалықлар бар. Үйінде мал менен өзінің ертеңгі пенсияға шығу шамаласып қалған адамдар өзі бәнт етіп жатырыпты. Олар біздер үгіт насихаттар алып беріп жатырмыз. Кейін сіз айтып отқан микролайфалар бойынша 520 жылдық режеге қойылған, яғни әрбір махалледе 40 микрожойбарлар амелге асырылу керек. 40 микрожойбарлардың қазіргі күнде 41 режеге қойылған болса, 52-сі қазір амелге асырылды. Яғни олар ең кемінде 1, ямасы 2 орын ашылу керек оларда. Микрожойбарларда мультикультиватор, парник, сондай заттарды алып беріліп жатыр микролайфалардан. Кейін жаңағы бос жұмыс орындар бойынша біздерде қазіргі күнге дейін 3 айдың ішінде 15 мәрте ярмарка өткерілді. Әр айда өзіміздің режеге қойылған айына 1 мәрте үлкен ярмаркаларымыз болады. Кеше әкім ағаның өзінің тапсырмасыменен біздер күндік қылып қойып алдық. 2 апта мағдарында күнде әр махалледе сағат 3-те әр махаллеге график бойынша барып жатырмыз. Сол жердегі жұмыс орындарда hamma жерге жұмыс орындары бойынша жаңа айтып отқан ұсыныс етіп жатырыпты. Енді коронавирус тобына жаңа легалдастыру келетін болсақ, енді біздер көп жерлерге жолдама береміз, бірақ берілгеннен кейін ол жерде 3 күн істейді, 2 күн істейді, сөйтіп қойып кетіп жатырыпты. Жұмысты 5 күн істейді, 15 күн істейді. Олар қайттан бұйрық шығарып, қайттан шығарып жүруге қиланамыз дейді. Біздер 1 айға дейін сынап көреміз, 1 айдан кейін ол істеп кете алса ғана біз бұйрығын шығарып береміз деп тұрды да. Соның үшін біздер оған туырдан-туыр кіріп бара алмаймыз. Легалдастыру омбудсманнан рұқсат алу керек. Бойынша қазір туырсы 3 айға дейін легалдастыру жұмысы жеке меншік карханаларға алып барылмады. Бірақ мемлекеттік карханаларға әзіргі күнде жұмыс орнын алып барылып жатыр. Қазір бұл бойынша группа біздерде 17 районның правовой инспекторларын жинап, әр айдың 10-на дейін әр районда келіп жатыр. Өткенде Нөксті көрді, кейін Тақияташты көрді. Кейін Қожелі, Шоманай, Қаныкөл, Қоңырат болып шығып кетеді. Әмме мекемені 17 правовой инспекторлары групповой келіп 2 күн, 3 күннің ішінде көріп кетіп тұрды. Сол тактиканы олар графикті қойып алған. Енді сол барып келген кезде легалдастыру меніңше алдымызға шығамыз. Шешім жолдары сағасы деген депутатқа дауыс берілді. Қарсы, италия, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі кейінгі мәселе бойынша сөз Шоманай районы ауыл қожалығы бөлімі механизесі Бекімбаев Мақсұтқа. Ассалаумағалейкум, өрмөтті депутат һәм сессия қатысушылары. Шоманай районы кеңесі Шоманай районында төмендегі рентабельдігі төмен ие болған һәм шұғылық көрсеткіштері төмен болған фермер қожалықтарын үйрену мақсатында Шоманай районы әкімдігі 2025 жыл 8 февраль күнгі 30-13-193 F-25 санына һәм 2025 жыл
26 март күнгі 76-13-193 F дроп 25 саны белгілер диқарында іші топар ағзалар тарапынан мониторинг жұмыстары өткерілді. Мониторинг өткеру тикары Өзбекстан Республикасы Жер кодексінің 6-шы, 40-шы һәм 85-ші статьясы фермер қожалықтары турасындағы низамының 17-ші, 30-ші статьясы Өзбекстан Республикасының 24-ші жыл 14 июльдағы УРХ 930 санды низамына Өзбекстан Республикасы Президентінің 2024 жыл 30 декабрь күнгі ауыл қожалық майдандарындағы қосымша имканиятларды пайдаланған халда өнім жетістіру көбейту бойынша іс-шаралар турасындағы ПХ 465 санды қарары Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2019 жыл 9 июльдағы 571 санды қарары менен тасдиқланған Өзбекстан Республикасы ауыл қожалығы министрлігі турасындағы низам Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2022 жыл 14 январдағы 22 санды қарары менен тасдиқланған ауыл қожалығына ажыратылған жерлер һәм егін майдандарда мониторинг жұмыстарын әмелге асыру тәртібі турасындағы низам Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2020 жыл 24 августтағы 505 санды қарары менен тасдиқланған ауыл қожалық егіндерін ақылға сай жайластыру тәртібіндегі турасындағы низам Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2013 жылы 31 январдағы 22 санды қарары менен тасдиқланған фермер қожалықтары жер майданларын оптималдастыру һәм оның тамамлау тәртібіндегі турасындағы низамға муафиқ фермер қожалық һәм басқа жерлерден пайдаланған һәм халда ижарашыларды 3 жылдық іскерлігі шартнама интизамын әмел ету һәм ауыл қожалығы мөлшерленген жерін мақсатлы пайдалану келу анализ қылып үйрену 3 апрель 2021 жылдағы судан пайдалану һәм су тұтынуында су ресурстарының есабын һәм есабатын һәмде мониторинг жүргізу тәртібі және де жетістіру іс-шаралары турасындағы 174 санды қарары менен тасдиқланған низам талаптары орындалу Жұмыла районы хакімінің 2025 жыл 8 февраль күнгі 30-13-193 F дроп 25 саны белгілеген диқарында мониторинг өткерілді. Жұмыла районы хакімінің 5 март 2020 жылда 178 дроп 3 саны шешімі менен Данията пақтағалешілік жөнесіндегі фермер қожалық жамы 191,2 гектар, сондан 107,1 гектар егісілік, 51 гектар жайлау, 7 гектар су асты, 1,2 гектар жер асты һәмде 24,9 гектар ауыл қожалық пайдаланбай тұрған басқа жерлер майданлары 49 жылға мүддетке ижараға берілген. Данията фермер қожалық өткерілген мониторинг дауамында төмендегілер анықталды. Пақта бойынша 2022 жылы өнімі үшін 28 гектар жер майдана шегіт егу үжілестірген болып, әмелді 42 гектар егін егілген. Бірақ 22 жыл 2 май күнгі нөмірі 1/2 санлы шартнамада 65,9 тонна пақта тапсыру белгіленген болса, әмелде 47,7 тонна тапсырылып, 18,2 тонна кем тапсырылған. 2023 жыл өнімі үшін 28 гектар жер майданға шегіт егу режелестірген болып, әмелде 22,4 гектар егілген. Ережеде 5,6 гектар кем егілген. Бірақ 2022 жыл 28 декабрь күнгі нөмірі 1/2 санлы шартнамада 65,9 тонна пақта тапсыру белгіленген болса да, әмелде тапсырмаған. 2024 жыл өнімі үшін 33 гектар жер майданларына шегіт егу режелестірілген болып, әмелде 20 гектар егілген. Ережеде 13 гектар кем егілген. Бірақ 2024 жыл 23 январ күнгі нөмірі 66-76-518 санлы фьючер шартнамада 59,4 тонна пақта тапсыру белгіленген болса да, әмелде 7,2 тонна тапсырған. Ғалли бойынша 2022 жыл өнімі үшін 19 гектар жер майданға ғалли егу режелестірілген болып, әмелде 16,7 гектар егілген. Бірақ 2022 жыл 12 май күнгі 4 санлы шартнамада 21,1 тонна ғалли тапсыру белгіленген болса, әмелде 5,6 тонна тапсырылып, 15,5 тонна кем тапсырылған.
2023 жылы өнім үшін 19 гектар жер майданға ғали егу іржестірілген болып, әмелде 27 гектар егілген, бірақ Тақаташтан Мақсұлияты ажына қарасты Қарабайлы күріш филиалына 5000 килограмм тұқым алынған, бірақ дән қырғанасымен шартнама түзілмеген, һәм де дән өнімдері тапсырылмаған. 2024 жылы өнім үшін 19 гектар жер майдандарына ғали егу іржестірілген болып, әмелде 13 гектар егілген, бірақ 2023 жылы 11 сентябрь күнгі нөмірі 13 санды шартнамада жамы 45,5 тонна ғали тапсыру белгіленген болса, әмелде ғали өнімін ұлымы тапсырмаған. 22 жылда фермер қожалығында 19 контурда 107,1 гектар суғарылып, егілетін майданlardan жамы 105 гектар жер майданлары суғарылған. Сондан 63,7 гектар майданлары суғарылып егілген. Қалған 41,3 гектар суғарылмаған майданлар егілместен өз халына тастап қойылған. 23 жыл дауымында фермер қожалығында 19 контур жайласқан 107,1 гектар суғарылып егілетін майданlardan жамы 56,4 гектар майданлары суғарылып егілген. Сондан 50,7 гектар майданы суғарылмастан егілместен қараусыз қалдырылған. 2024 жыл дауамында фермер қожалығында 19 контурда жайласқан 107,1 гектар суғарылып егілетін майданlardan жамы 79 гектар жер майданлары суғарылған. Сондан 38,5 гектар майданы суғарылып егілген. Қалған 44 гектар суғарылған майданлар қараусыз қалдырылған. Bundan тысқары 12,49 санлы контурдағы егістік жер майданы өз басымшылықпенен рұқсатсыз жерді қазып тасталғаны анықталды. Бұл жағдайлар менен фермер қожалығы басшылығы тарапынан төмендегі низам талаптарына әмел етпегендігі анықталды. Өзбекстан Республикасының жер кодексінің 36 статьясы 6 бәндінде жер учаскасынан белгіленген басқа мақсатлерді пайдаланғанда, 7 бәндінде жер учаскаларынан ақылға сай пайдаланбағанда, 40 статьяда 1 бәндінде жерлерден белгіленген мақсатта ақылға сай пайдалану, топырақ өнімдарлығын асыру, ісілеп шығарудың табиғатты қорғаушы технологияларды қолдау һәм қожалық іскерлігі нәтижесінде аймағында экологиялық жағдайды жаманлауына жол қоймаслық. 11 бәтінде ауыл қожалығына мөлшерленген жер учаскаларының дала жерлеріндегі канал суғару һәм коллектор дренаж тармақтары атрапындағы майданларға мақұл түсетұғын егіндер егу, яки тұт нәлері егу тәмінлеу. 12 бәнде текарға егіндердің рауажлануына ұнамсыз тәсір болмаған жағдайларда бағылар һәм жүзімзарлықтарды қатар аралығына дарамат келтіру мүмкін болған мақұл түсетұғын егіндер егу тәмінлеу. 48 статья 3 бәтінде суғарылатын жерлерді асырау һәм кеңейтілуін тәмінлеу. Өзбекстан Республикасының фермер қожалықтары турасындағы низамның 17 статьясында 1 бәндінде жер учаскасының низамшылықта һәм ижараға алу шартнамасында көрсетілген шартлер текарында белгіленген мақсатта нәтижелі һәм ақылға сай пайдалану тәмінлеу. 2 бәнде ауыл қожалығына мөлшерленген жер учаскаларының дала шетлеріндегі каналдар суғару һәм коллектор дренаж тармақтары атрапында майдандарына мақұл түсетұғын егіндерді егу, яки тұт нәлерін егу тәмінлеу. Жоғарыдағы баянат етілгендіге көре сессия қатынашылары һәм депутаттардан Данияр Ата фермер қожалығы менен район әкімінің ортасында түзілген ұзақ мөлдетті ижара шартнаманы бекар ету һәм жер майданларын район әкімінің резервіне қайтарып алу бойынша сотқа дауа арыза кіріту мәселесін қолдап қорғауды сұранамын. Исабат диққатларыңыз үшін рахмет. Шумана район мамия апыжы ханмағыныз.
Қарсы? Шешім қабыл етілді. Сессиямыздың күн тәртібіне кірітілген мәселелер толық көріп шығылды. Егер сессиямыздың барысы бойынша қосымша пікір ұсыныстар болмаса, сессиямыз жұмысын жұмақлаймыз. Шуның менен Халық депутатлары Шоман райлық кеңесінің 8-ші сессиясы жабық деп жариялаймын. Қатысуларыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыз.